Күні кеше Мирас Жүгінісовтың алғашқы жеке ән кеші өтті. Оған ұйымдастырушылар 1 ай бойы дайындалған. Концерт басталмас бұрын Мирас өте қатты қобалжыды. Мысалға жаңа халық жиналып жатыр да, сахнаның артына барып, жайлап өстіп қарап қалды, өзі қорқып қалдым да қайттан артқа жүгіріп қашып кеттім. Алайда Мирас сахнаға шыққанда қобалжуы кететініне сенімді болды. Расымен жиналған тыңдарман алғашқы әнінен бастап бірге орындап шықты. Концертке 8 мыңға жоқ адам жиналды. Кештің қонақтары қыздардың сүйіктілері, олар Мона Сонгс, Райым, Тұрар және Аргоня. Өте күшті, өте мықты атмосфера, жігіттерге, Марғыланға, Мирасқа мен үлкен немді айтам, уважение, өйткені бұлындай нәрсе істеу деген оңай емес. Таза қазақша әндермен, таза қазақша әншілермен мына жер полный жиналды, мына жер жиналмаған өте көп болған полный. Жақында ғана шаңырақ көтерген Мұхаммед Али ағасын қолдап концертке өнер көрсетті. Бұдан бөлек Жүгінісовтың кеште 2 жаңа әні орындалды. Оның бірі орыс тілінде. Негізі қазір өзімде бір 10 шақты орысша ән дайын тұр. Бұйырса бір уақыт келгенде өзім соны шығарам деп ойладым, оны карантин кезінде жазғам. Концерттің атмосферасы керемет болды, дейді Аргоня. Ұсыныс түскенде әнші бірден келіскен. Ол маған хабарласты, осы концерт болады, келесің ба деді. Конечно келем, ну елки-палки, мы же одна банда, творческие люди. Он өтіп жатыр, не қолдамауға. Онда көптеген жүрекке жететін әндер орындалды. Мона Сонгс та концертке арнайы Мәскеуден ұшып келді. Концерт үшін келдім, әзірге осында боламын. Кеште Салют Фера және Поцелованное солнцем атты әндерді орындаймын. Ата кетейік, кеште барлық әндер жанды дауыста орындалды. Хитмендер сахнаға шыққанда ыстық болды. Жылатты да, билетті де. Концерт 13 наурыз күні Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. Астаналықтар, жіберіп алмаңыздар.